Кейбіреулер айтады ғой, Әбілқайыр хан ешқандай бодандыққа хат жазған жоқ, оны кейін бұрмалап аударып жіберген деп. Бірақ бұл тарихтағы ең көп бұрмаланған тақырыптардың бірі. Әбілқайыр ханның Ресей патшайымына жолдаған түпнұсқа хатының суреті бар. Ол 1731 жылы жазылған. Қазіргі таңда Ресей архивтерінде сақтаулы. Сол хаттың көшірмесі Wikimedia Commons'та ашық түрде жарияланған. Қарасаңыз хаттың өзінде ханның мөрі және қолтаңбасы бар. Сонымен қатар бұл хатты қабылдаған Тевкелевтің ресми есебі де бар. Онда ханның орыс патшайымымен одақ құруға, яғни Ресейдің қол астына кіруге келісім бергені нақты жазылған. Яғни бұл жай аудармашылардың ойдан шығарған дүниесі емес, тарихи құжатпен дәлелденген факт. Ал аудармада айырмашылықтар болуы мүмкін, бірақ хаттың негізгі мағынасы Ресеймен одақ қорғау және бейбітшілік туралы келісім жасау болған. Сондықтан Әбілқайыр хат жазған жоқ деу тарихи деректі жоққа шығару деп санаймын. Егер кімде-кім күмәнданса, міне түпнұсқа хаттың сканы өз көздерімен көрсін. Тарих сезім емес, құжатпен сөйлейді. Сол бізде әрқашанда есімізде болу керек.